Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен нағыз Наполеон тортының рецебімен бөліскім келіп отыр. Өте ерекше әрі сондай дәмді шығады. Өз қолыңызбен үйде даярланған Наполеон торты дүкендегіден әлде қайда асып түседі. Алдымен слоеное тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 540 грамм ұн, 400 грамм сары май, 220 грамм суық су, 1 дана жұмыртқа, 1 ас қасық 9% уксус қажет. Алдымен өте суық сары майды ұнға қосып, оны пышақпен майдалаймыз. Сары майдың майлылығы 82% болуы міндетті емес, 70% майды алсаңыздар да болады, немесе маргарин қолданатын болсаңыздар, оны да қолдансаңыздар болады. Майды алдын ала 3-4 сағатқа морозильникке қоямыз. Одан соң суық сары майды шығарып, оны ұнға араластырып отырып, пышақпен майдалап үгітеміз. Майды міндетті түрде ұнға араластырып отырып, майдалаймыз. Ірі сары майдың бөліктері қалмас үшін міндетті түрде ұнға араластырып отырып, пышақпен әбден кескілейміз. Песочное тесто даярланған сияқты енді сары майымыз өте майда болмауы тиіс, но бірақ ірі бөліктері де ұнның арасында қалмауы тиіс. Сары майды пышақпен майдалап үгітіп алғаннан соң қолымызбен ұнға араластырып отырып майдалаймыз. Келесі кезекте өте суық суға 1 дана жұмыртқа және 1 ас қасық уксусты қосып, оны жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, осы суық суды ортасына құямыз. Слоеное тестомызды илейтін боламыз. Бұл жерде көп илеудің қажеті жоқ, яғни барлығын араластырып, тек қана бір шарғып қана жинаймыз. Себебі слоеное тесто пісірген уақытта ол қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан қатты илемейміз. Слоеное тестоны илеудегі басты мақсатымыз бұл қамырдың барлығын жинақтау. Яғни илемейміз, тек қана барлық үгінділердің барлығын қосып, бір үлкен шар жасаймыз. Тестомыздың барлық майда бөліктерін жинақтап алғаннан соң, оны 8 немесе 10 бөлікке бөліп аламыз. Бөліктердің барлығын дөңгелектеп шар жасап қоямыз. Бір ыдысқа аздап ұн сүйіп, осы жасаған дөңгелек шарларымыздың барлығын сол ыдысқа орналастырып, бетін пищевая пленкамен орап, 1,5-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Крем пломбир даярлаймыз. Ол үшін бізге 400 мл сүт, 1 дана жұмыртқа, 40 грамм крахмал, 180 грамм қант, 100 грамм сары май және 200 грамм 33% сливки қажет. Алдымен бір ыдысқа барлық қантты, оған кукурузный крахмалды және жұмыртқаны қосып, оны венчикпен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Сүттің барлығын бір ыдысқа құйып, оны қайнағанға дейін жеткіземіз. Содан соң осы сүттің барлығын ақырында отырып, жұмыртқа араласқан сұйықтығымызға қосып, оны венчикпен үздіксіз араластырамыз. Сүт ыстық болғандықтан оны аз-аздан қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Сүттің барлығын қайтадан ковшқа құйып аламыз. Содан соң оны венчикпен үздіксіз араластырып отырып, газға қоямыз. Газда қайнағанға дейін жеткіземіз. Содан соң газды араластырып отырып, бірнеше минут ұстаймыз. Осы заварной креміміз әбден қоюлануы тиіс. Осы қоюланған ыстық массамызға сары майдың барлығын қосып, венчикпен біркелкі массаға айналғанға дейін сары май әбден ерігенге дейін араластырамыз. Заварной креміміздің барлығын бір ыдысқа құйып алып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникке әбден суығанға дейін салып қоямыз. Слоеное тестомызды холодильниктен шығарып, аздап ұн сеуіп, тефлоновый коврик немесе пергамент қағазының үстіне жаямыз. Мен жайманың диаметрін шамамен 22 см етіп жайдым. Себебі жайма піскен уақытта ол 2 см-ге қысқарады, яғни 20 см болып қалады. 22 см-ге дәлдеп, артық кесінділердің барлығын алып тастадым.
Қайма духовкада өте қатты көтерілмес үшін біз оның бетін вилкамен тескілеп шығамыз. 80 градуста қызып тұрған пеште шамамен 4-5 минут пісіреміз. Осылайша барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Ең соңғы қиындылардан бір үлкен корж жасап алдым. Осы үлкен коржды үгітіп бетіне себетін боламыз. Келесі кезекте майлылығы жоғары суық сливкиді миксермен өз формасын ұстағанға дейін әбден араластырамыз. Заварной кремді холодильниктен шығарып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін миксерлейміз. Сливкидің барлығын осы заварной кремге қосып, оны лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте корждарымызды құрайтын боламыз. Корждың айналасының барлығына пергамент қағазын төсеп қойсаңыздар болады. Бұл тортымызды құрап болған жағдайда ыдысымыздың таза қалуына кепілдік береді. Кремімізді бірдей етіп 9 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң осы корждарымызды жағып отырып, тортымыздың барлығын құрайтын боламыз. Артық қиындылардан пісірілген үлкен коржымызды үгітіп, осы тортымыздың бетіне жан-жағын барлығына сеуіп шығамыз. Осымен біздің өте дәмді Наполеон тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептен дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал менің YouTube каналымнан тағы да басқа керемет рецепттерді көргіңіз келсе, онда осы видеоға міндетті түрде баға беріп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қандай да бір ұсыныстарыңыз немесе тілектеріңіз болған жағдайда астына комментарийға қалдырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.